Қайырлы күн баршаларыңызға, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге үй жағдайында өте дәмді әрі тез дайын болатын мохито сусындарын әзірлейміз. Менің YouTube каналыма тіркеліп қойыңыздар, көптеген рецепттер бар. Ең алдымен апельсинімізді, лимонымызды, кивиімізді жақсылап жуып дайындап аламыз. Апельсиндерімізді турап аламыз. Лимонымызды турап аламыз. Турап дайындап алған апельсин лимондарымызды тарелкамызға орналастырамыз. Кивиімізді турап аламыз. Мохито сусындарын барбадос сироптарынан әзірлейміз. Мохитоға киви және лайм түрінен қажет. Ең алдымен ыдысымызға сарыағашымызды құямыз. Киви сиропынан құямыз. 4-5 қасық құйыңызда дәміне қарай көресіздер. Лайм түрінен құямыз. Алдын ала турап алған апельсин, лимон, кивиларымызды саламыз. Мията жалбызымызды қосамыз. Жақсылап араластырамыз. Үлкен қып турап алған апельсиндерімізді саламыз. Осымен мохитомыз дайын. 10 минут демалдырып, ұсынып іше берсеңіздер өте дәмді. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Барлық жанның көңілінен шығады. Сіздермен бірге болған таңжарқын. Сау болыңыздар.